ішіңіз күйіп, төсіңіздің тұсы ашып, тамақтан кейін асқазан өртеніп жатқан сияқты болып көрінді ме? Осындай кезде біздің арамызда бір кеңес жиі айтылады. Бір стақан суға ас содасын салып ішіп жібер, қыжыл бірден басылады дейді. Шынымен солай ма? Ас содасы асқазанды емдей ме? Әлде біз уақытша жеңілдегенімізге алданып жүрміз бе? Бүгін осының бәрін қарапайым тілмен түсіндіріп беретін боламын. Егер халық арасында айтылатын емдердің қайсысы рас, қайсысы қауіпті екенін білгіңіз келсе, денсаулық нұры арнасына жазылып қойыңыз. Бірінші сұрақ: ас содасы қыжылды басады ма? Иә, белгілі бір жағдайда басады. Ас содасының құрамында натрий бикарбонаты бар. Ол қышқылмен әрекеттесіп, асқазан қышқылдығын уақытша азайтады. Сондықтан адам ас содасын ішкеннен кейін жеңілдеп қалдым деп ойлауы мүмкін. Бірақ дәл осы жерде маңызды нәрсе бар. Қыжылдың басылуы аурудың жазылғанын білдірмейді. Яғни ас содасы симптомды уақытша жеңілдетуі мүмкін, бірақ қыжылдың себебін міндетті түрде жоймайды. Бұл ең басты айырмашылық. Ал енді қыжылдың өзі неден пайда болатынына тоқталайық. Көбісі асқазанымда қышқыл көбейіп кеткен шығар деп ойлайды. Бірақ мәселе тек қышқылдың көптігінде емес. Кейде асқазан құрамының өңешке қарай кері көтерілуі болады. Мұны рефлюкс деп атайды. Асқазан мен өңештің арасында тағамның кері қайтуын тежейтін бұлшықет бар. Егер ол дұрыс жұмыс істемесе, немесе жиі босаңсыса, асқазандағы қышқыл өңешке көтеріліп, күйдіру сезімін тудыруы мүмкін. Сондықтан адамда төс артында күйдіру, ауызға қышқыл немесе ащы дәмнің келуі, тамақтың кері келгендей болуы, кейде жүректің айнуы, жұтынғанда жайсыздық сияқты белгілер болуы мүмкін. Міне, сондықтан тек қышқылды бейтараптандыру арқылы мәселенің түбін шешу мүмкін емес. Екінші миф: ас содасы гастритті емдейді. Бұл да дұрыс түсінік емес. Ас содасын ішкеннен кейін асқазандағы қышқыл уақытша азаюы мүмкін, бірақ гастриттің себебі әртүрлі болуы мүмкін. Ал қыжылдың себебі де әр адамда бірдей емес. Егер әрдайым симптомды қайта-қайта басып жүріп, оның себебін анықтамауға болмайды. Егер қыжыл жиі қайталанатын болса, дәрігермен кеңескен дұрыс. Ал ас содасын күнде ішсе не болады? Міне, осы жерде абай болу керек. Ас содасы жай ғана ақ ұнтақ емес, оның құрамында натрий бар. Ал натрийді шамадан тыс қабылдау кей адамдар үшін маңызды мәселе болуы мүмкін. Әсіресе қан қысымы жоғары, бүйрек немесе жүрек мәселелері бар адамдарға натрий мөлшеріне мұқият болу керек. Сондықтан табиғи нәрсе ғой, қалағанымша іше беремін деуге болмайды. Тіпті дәрі ретінде қолданылатын натрий бикарбонатының өзінде мөлшері мен қолдану тәртібі болады. Тағы да бір нәрсе: ас содасы асқазан қышқылымен әрекеттескен кезде газ түзіледі. Сондықтан кейбір адамдардың іштің кебуі, кекіру сияқты жайсыздық болуы мүмкін. Ал көп мөлшерде немесе дұрыс қолданбау ағзадағы сұйықтық пен электролит тепе-теңдігіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан ас содасын қыжылға арналған күнделікті сусын ретінде қарастыру дұрыс емес. Бір рет ішсем де қауіпті ме? Мұнда да бәрін бірдей қорқытып айту дұрыс емес. Натрий бикарбонаты кейбір дәрілік антацидтердің құрамында болады және қыжылды қысқа мерзімге жеңілдету үшін қолданылуы мүмкін. Бірақ дәріханада сатылатын дәрі мен ас үйдегі соданы өз бетіңізше өлшеп, суға араластырып ішу бір нәрсе емес. Дәрілік препараттың нұсқалығында нақты қолдану тәртібі көрсетіледі. Енді қызық сұрақ: неге сода ішкеннен кейін адам өзін жақсы сезінеді? Себебі симптом уақытша азаюы мүмкін. Мысалы, сіздің басыңыз ауырды делік, ауырсынуды басатын дәрі іштіңіз, басыңыздың ауырғаны тоқтады. Бірақ бұл бас ауруының себебі жойылды деген сөз емес қой. Ас содасы да осыған ұқсас жағдай болуы мүмкін. Қыжыл азайды, бірақ рефлюкс жалғасып тұруы мүмкін. Сондықтан қыжыл жиі қайталанатын болса, тек содамен өшіре бермей, себебін іздеу керек. Қыжыл жиі болса, не істеген дұрыс? Біріншіден, тамақтану әдетіне қараңыз. Кей адамдарда қыжылды майлы тағамдар, ащы тағамдар, кофе, шоколад, цитрус, қызанақ, алкоголь сияқты тағамдар мен сусындар күшейтуі мүмкін. Бірақ бәрінде бірдей емес. Сондықтан өзіңізде қай тағамнан кейін қыжыл күшейетінін бақылаған дұрыс. Екіншіден, ұйықтар алдында бірден көп тамақ жемеуге тырысыңыз.
Егер қыжыл түнде пайда болса, соңғы тамақ пен ұйқының арасында кемінде бірнеше сағат болғаны пайдалы болуы мүмкін. Үшіншіден, тамақты асықпай жеңіз. Өте көп мөлшерде бірден тамақтанудың орнына өзіңізге жайлы мөлшерді таңдаңыз. Төртіншіден, қыжылдың қашан және неден кейін пайда болатынын жазып жүріңіз. Мысалы, кешкісін майлы тамақ жедім, қыжыл болды. Кофе ішкеннен кейін қыжыл болды. Тамақтан кейін бірден жаттым, қыжыл болды. Осындай қарапайым бақылаудың өзі себепті түсінуге көмектеседі. Тағы да бір маңызды ескерту, егер сіз жүкті болсаңыз, қыжылдың пайда болуы жиі кездесуі мүмкін. Жүктілік кезінде кез келген дәріні, соның ішінде қыжылға қарсы дәрілерді де өз бетіңізше қабылдамай, дәрігермен немесе фармацевтпен кеңескен дұрыс. Әсіресе ас содасын үй жағдайында мөлшерін өзіңіз белгілеп ішуді әдетке айналдырмаған жөн. Бұл ақпарат пайдалы болса, видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Ал осындай халық арасында кең тараған емдердің қайсысы рас, қайсысы миф екенін білгіңіз келсе, денсаулық нұры арнасына жазылыңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.